Сәлем арна көрермендері, осы қазақша арнаны қолдап, тіркеліп, өзіңіздің алтын пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сонымен Астанаға келген ресейліктер халыққа қызмет көрсету орталығына сыймай қалды. Олар қазір ұзын сонар кезекте тұр. Халыққа қызмет көрсету орталығының жанынан өтіп бара жатқан жүргізуші ондаған метрге созылған кезекті видеоға түсіріп алды. Куәгердің айтуынша, Сауран көшесінің бойындағы халыққа қызмет көрсету орталығында ресейліктер сап түзеп, көрші ел азаматтары жол бойында кезекте тұр. Кейбіреулері өздерімен бірге кофе мен тамақта келген. Жалпы 6 күн ішінде Ресейден біздің елге 100 мыңға жуық азамат кірген. Мұны Ішкі істер министрлігі көші-қон комитеті төрағасының міндетін атқарушы Аслан Аталықов мәлімдеді. 21 қыркүйектен бастап Қазақстанға 98 мың Ресей азаматы кірген. Қазақстаннан 64 мың ресейлік азамат елден шыққан. 21 қыркүйектен бастап Қазақстанның резиденті емес 8 мыңнан астам резидент ЖСН алды, яғни жеке сәйкестіру нөмірін алған, деді Аталықов. Ал ұлттық экономика министрі Алибек Қуантаровтың айтуынша, мобилизацияға байланысты келіп жатқан ресейліктерге қатысты жағдай бұл уақытша құбылыс. Олардың көбі ары қарай Қазақстаннан өзге елдерге кетеді. Әрине, белгілі бір деңгейде инфрақұрылымға қысым бар. Оның бәрін тез арада шешеміз, деді. Сонымен қатар Қуантаров елімізге келіп жатқан ресейліктер елде тек 90 күн ғана бола алатынын еске салды.